таксовать еткенде тоже бір проблема. Ер адамды таңдаймын да, интроверді таңдап аласыз ғой. Желательно ер адам болады. Сосын барам, жоқ, нормально, жақсы кісілер. Ешқайсы ренжімейді. Бір рет болды, ой, мен қорқам деді да анай баладан. Неге десем, мына балам кішкене қиялданып тұрды да. Балам 4 декабрьда 18-ге келді. 8 айлық болып туды. Сосын 3 айдан кейін өкпесінен қырылдай бастады. Сол бір күні мен өзім ол кезде жұмыс істедім, жолдасым отырды. Бала комаға кетіп қалды. Детский церебральный паралич қой. Сопутствующий эпилепсия. Кімге баратын, қай жерге баратын басым қатты шын айтсам. Ей, Арман, әче сен, әкеңді қалай жақсы көресің? Ей, Арман. Рад, если бірдемен атпай қалса, олай тартып жүреді мен. Да? Солай ма? Сізге қарап көп күледі. Иә, мені жақсы көреді. Жақсы көреді. Иә, енді мен жүрем ғой жаным. Жаным сол. Ұйқы жоқ. 1-2 сағат ұйықтайды оянып. Түнде де сол ма? Түнде де сол. Сізде де сол ғой, иә? Менде де сол, иә. Мен не істеймін? 18 жыл болды ғой сол, бір бөлмеде тұрып жатырмыз. Сол расширение ала алмай жүрміз. Болып жатыр ғой анау, бәле миллиард жинап алып, үй алыпты, бүйтіпті, сөйтіпті деп. Сол үшін мен айтайын дегем, бүкіл әкелер, шешелер, бес саусақ бірдей емес қой. Біреулер шындығымен жинайды, бала үшін, біреу өзінің пайдасына жинайды. Қазір мен 50-ден ғой, кішкене қуатым бар, күшім бар. 10 жылдан кейін балама не болады деп соны ойлайын да. Осындай өмір бізде.